Қайырлы күн, достар. Менің есімім Сальвия. Мен Travarium компаниясының амбассадоры боламын. Мен сіздерді бүгін Travarium компаниясымен таныстыратын боламын. Ал енді біз слайдтарға көшейік. Travarium компаниясының лозунгы ол керемет өмір, керемет жолды талап етеді. Travarium компаниясы 2013 жылдың наурызында ақш-та бастап алды. Travarium компаниясы арқылы қазір әлемнің 105 мемлекетімен жұмыс жасап келеді және адамдар саяхаттауда. Және де сол 105 мемлекеттің халқы миллиондаған табыс көзін алуда. Қазіргі 24 жылдың өсімін алатын болсақ, ол 2 есе тауар айналымы өсуде. 2019 жылы компания өзіне рефералды программа қосады. Сол сәттен бастап компанияның тауар айналымы бір жылдың өзінде 400%-ға өсті. Компанияның өзінің ресми офистары ол Калифорния штаты Темекула қаласында орналасқан, және де екінші офис Европа елдеріне ол Испанияда Мадрид қаласында орналасқан. Және де біздің бір толық сондай керемет сезіммен жеткізетін жаңалығымыз ол осы 2024 жылдың қыркүйек айынан бастап Алматы қаласында компанияның 3-ші ресми офисі ашылуда. Кеңсесі ашылуда, ол қазір жұмыс жасауда. Сондай керемет жаңалық. Бұл тек қана Қазақстанға емес, бүкіл Орта Азия елдеріне арналған кеңсесі. Баршаңыз білесіздер, туризм индустриясы әлемде ең қатты дамып жатқан сала. Табыс көзі жыл сайын қазіргі сәттің өзінде 9-дан асып 10 триллионға жетті. Болжамдар бойынша жақын аралық 3-5 жылда ол 15 триллионнан асатын болады. Travarium бұл поисковик. Өздеріңіз білетіндей, Amazon, Google, Facebook бұл поисковиктерді баршаңыз жақсы білесіздер. Сол сықылды бізге сондай поисковикті ұсынады. Оны ұсынған және компанияның негізін қалаушы президент біздің 2 ерлі зайыпты керемет кәсіпкерлер, ол Дэвид және Аделла Харт. Дэвид және Аделла Харт, олар өзі ақш-тың тұрғыны болып келеді. Мысалы, кез келген адам саяхатты армандайды. Саяхатты армандамайтын адам жоқ. Бірақ біреуге саяхат қолжетімді болса, біреуге қолжетімсіз. Сондықтан көпшіліктің ішінде мынадай ұстам бар. Саяхат деген өте қымбат, маған ол қолжетімсіз деген сондай ұғым бар. Ал қазіргі таңда Travarium компаниясы сол қағиданы бұзуда. Себебі сіз компаниядан мынадай пайдалар ала аласыз. Әрбір саяхатыңыздан 40%-дан 70%-ға дейін үнемдейсіз. Және де саяхатқа тегін ұпай жинайсыз. Оған қоса сіз жылына тегін саяхат ала аласыз. Әлемнің кез келген нүктесінде жүріп, өзіңіздің ұялы телефоныңызбен 24/7 табыс ала аласыз. Ал егер біздің ұсынысымыз сізге ұнап жатса, әрі қарай мұқият тыңдаңыз. Сіз, мысалы, Travarium жайлы бүгін ақпарат ұнап, сіз біздің платформаға тіркелдік дейік. Тіркелген сәттен сіз компанияның мына қызметтеріне ие боласыз. Бұл әлемнің кез келген түкпір-түкпірінен курорттар, отельдер, турлар, ойын-сауық кешендер, саябақтар, мерекелік іс-шаралар, ұшаққа билет алуға, көлік жалдауға, және де Қазақстанның көпшілігі сүйіп қалған круиздік демалысқа аттануға мүмкіншілік аласыз. Ол үшін компания бізге өзінің 4 сайтын ұсынады. 5-ші сайт ол бізде ойын-сауық порталы болып келеді. Entertainment портал деп аталады. Бұл экскурсиялар кез келген өтіп жатқан әлемдегі іс-шараларға сіз
кіру билеттерін сатып алуға болады. Бірақ та бұл мүмкіншілік қазір тек қана ақш және Канада елдеріне қолжетімді. Бірақ біз ойлаймыз, жақын арада бізге де ол қолжетімді болады. Біздің бірінші және менің керемет сүйікті сайтым бұл туристік сайт. Біздің туристік сайтта 2 миллионнан астам отельдер мен апартаменттер жалдауға мүмкіншілік аласыз. Әлемнің түкпір-түкпірінен тек қана шет мемлекеттерден емес, соның ішінде өзіміздің елден де, көрші елдерден де, ол Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Румыния, Болгария, барлық жерден сіз осы туристік сайт арқылы өзіңізге қажетті отельдер таба аласыз. Және көпшілігіңіз білетін, қолданып отыратын Booking.com сайтын білесіз, бұл да поисковик. Енді кез келген зат салыстырмалы түрде танисыз. Енді мысалы, осы қазіргі слайдта көріп тұрған отельдің, енді біз атын жазуға мүмкіншілік жоқ, болмайды, компанияның өзінің политикасына байланысты. Сол отельді бір датаға және сол адамның санына санайтын болсақ, Booking'та, міне, қараңыз, $2353 тұратын отельді сіз Travelodge арқылы небәрі $1081 ала аласыз. Және де осы жердің өзінде бір отельдің өзінен сіз $1272 үнемдейсіз. Керемет, және де сіздерге айтып қосарлығы, осы туристік сайттан сіз әрбір сатылым алған сайын сіздің өзіңіздің жеке кабинетіңізге кэшбэк, loyalty point деген 3% қайтарым бола алады. Және ол қайтқан ақшаны, мысалы, сіз отель жалдағанда сізге кэшбэк қайтып келді қайтарылым, соны келесі сәтте сіз әрі қарай келесі екінші қаладан тоже отель жалдайтын болсаңыз, сол жерге пайдалана аласыз, немесе кез келген басқа автокөлік жалдауға, немесе басқа қызметтерге қолдануға болады. Және осы туристік сайтта сіз тек қана отельдерді ғана емес, мерекелік іс-шараларды, ұшаққа билетті, көлік жалдауға және круиз сатып алуға мүмкіншілігіңіз бар. Айтып кетерлік жай, көлік жалдауға мұқият қарап шығыңыз, себебі нарықта ұсынып жатқан бағадан әлде қайда төмен бағада сіз автокөлік жалдауға мүмкіншілігіңіз бар. Және де мерекелік іс-шараларға келетін болсақ та, тура сондай жағдай. Мысалы, отельдерге 40%-дан 70%-ға дейін жеңілдік алсаңыз, көлік жалдау, мерекелік іс-шараларға, круиздарға сіз 50% жеңілдікке дейін ие бола аласыз. Және де біздің екінші сайтымыз, ол ешбір жерде жоқ сондай керемет дүние. Бұл ынталандыру сапары, стимул поездка деп аталады, ынталандыру сапары. Демек, кез келген Travelodge компаниясына тіркелген адамға компания 2 ересек, 2 балаға отельде тұруды сыйға тартады. Ол 4 күн мен 8 күн аралығында отельде тұруды мүмкіншілігін аласыз. Ол неге байланысты? 4 күн немесе 8 күн, ол өзіңіз таңдаған мемлекетке байланысты. Рас, бұл жерде мемлекет таңдауды да компания өзіңізге қалдырды. 4 күн мен 8 күн, ол сіздің таңдаған мемлекетіңізге байланысты. Мысалы, сіз Европа елдерін немесе ақшты таңдайтын болсаңыз, ол 4 күндік демалыстық болады. Ал егерде сіз Араб әмірлігін, басқа елдерді, мысалы Япония, Азиялды таңдайтын болсаңыз, сол жерде сізге 6 күнге дейін демалыс ұсынады. Ал егер сіз Бали, Таиланд, сондай керемет экзотикалық жағажайларды таңдайтын болсаңыз, онда сізге 8 күнге дейін отельде тұру сыйлығын ұсынады компания. Бұл міндетті түрде кез келген компанияға тіркелген партнерға беріледі. Және де бұл ынталандыру саяхатын алу үшін ешқандай да қосымша шарт жоқ. Тек қана сіз тіркелдіңіз, сізге сыйлық берілді. Сізге жұмыс жасауға ешқандай шарт қоймайды. Үшінші біздің сайтым, бұл әлемдік саяхаттар, World Tours деп аталады. Бұл енді біздің жинақталған туристік балымызбен сатып алуға болатын дүние. Бұл жерде әрқашанда
өте жоғарғы деңгейдегі отель мен курорттар ұсынылады. Көбінесе бірінші жағажайда ең төмені 4 жұлдызды отельдер ұсынылады. Және бұл жерде қараңыз, Дубайға небәрі $1, Малага, Испанияға сіз $99, немесе Таиландқа $129 2 ересек, ал көп жерлерде 2 ересек және 2 балаға жүреді, сондай ұсыныстар ала аласыз. Және бұл жерде сізде осы бағаға алу үшін кабинетіңізде туристік балыңыз жиналы болу керек. Ол туристік балды сіз ақылы және ақысыз жинай аласыз. Оған біз кішкене төмендеу тоқталатын боламыз. Әлемдік турлар, әлемдік саяхаттар бұл өте керемет жоғарғы деңгейдегі демалыс. Яғни сіз компанияда жинаған туристік балыңызбен жылына 2 рет осындай сапарға аттануға мүмкіншілігіңіз бар. 4-ші біздің сайтымыз ол Getaway деп аталады. Getaway бұл да жинақтаған туристік балыңызбен 100% сонымен ғана төлеп баруға болатын сондай керемет жағажайда орналасқан біздің демалыстар. Мысалы, жәнегі әлемдік турларда сізге отельден орын беретін болса, ол отельде, яғни бір номерді ең көбі 4 адам орналаса алады, дұрыс па? 2 ересек, 2 бала немесе 3 ересек. Ал егер де сіздің жанұяңыз үлкен болса, және сіз кішкене мынадай шулы емес, сондай демалысты қалайтын болсаңыз, тыныштықты қалайтын болсаңыз, онда сізге біздің Getaway порталымыз өте қатты ұнаса керек, себебі бұл жерде резорттар мен апартаменттер. Бұл жерде 8 адамға дейін орналасуға болатын мүмкіншілігі бар қонақ үйлер кездеседі. Сондықтан бұл жерде 2-3 жататын бөлмеге дейін болады. Және бұл жерде қараңыз, міне жинақтаған балыңызбен төлеп, және картаңызда небәрі салықтар мен алымдарға $121 төлеп, 8 күн, 7 күн, 7 түн, 2 бөлмелі ас үйі бар Канар аралдарында демалуға мүмкіншілік ала аласыз. Анкарада небәрі салықтар мен алымдарға $120 төлей отырып, 8 күн мынадай керемет студияда демалыс ала аласыз. Ал Балиға тоқталатын болсақ, бұл жерде салықтар мен алымдарға $139 төлей отыра, сіз 8 күндік осындай 7 түндік керемет демалысқа ие боласыз. Енді компанияның бизнес жоспарына өтетін боламыз. Мысалы, мен жаңа сіздерге айтып өттім, Travelerium компаниясына мүше болған әрбір партнер ол өзіне туристік бал жинаудан бастайды. Себебі ол бірінші күннен бастап сізге жиналады. Мысалы, сіз компанияға мүше болғыңыз келді. Тіркелу бізде 3 пакет болады бізде: Silver, Titanium және Platinum. Бұл жерде қазір біз көбіне 99.9% деуге болады, Platinum пакетімен жұмыс жасаудамыз. Platinum пакетіне мүшелігіне қосылу $350 құрайды. Неге Platinum пакеті? Себебі Platinum пакетінде ең жоғарғы мөлшерде жеңілдіктер. Сіз компанияға тіркелуді өміріңізде бір-ақ рет жасайсыз, Сондықтан бір рет төлеген ақша 350 болғандықтан біз көбінесе осы пакетті ұсынамыз. Менің өзімде де осындай пакет. Және де Platinum пакетінде сізде бизнес жасап және миллиондаған табыс алуға мүмкіншілік аласыз. Бұл жерде $270 кабинетіңізге, 270 Travel Point кабинетіңізге сол сәтте түсетін болады. Жаңа мен сізге айтып өткендей, бірінші күннен бастап сіздің жеке кабинетіңізде сізге келешек саяхаттарыңызға ақша Travel Point жиналуда. Және бұған қоса сіз арнайы әлемдік турларға 80% жеңілдік, жылына бір рет саяхаттарға 80% жеңілдікпен демала аласыз. Және айына бұл жерде клубтық мүшеге төлейтін төлемақы ол $135 құрайды. Яғни сіз $350 тіркелдіңіз, сізге компания жеке кабинет берді, ынталандыру саяхатын берді, және 270 Travel Point берді кабинетіңізге. Енді сізде 2 жол бар.
мүшелігіңізді мына айына төлейтін $135 қалтаңыздан төлеп, тек қана жұмыс жасамай, өзіңіз саяхаттап жүрсеңіз болады. Немесе екінші жоспарды пайдаланып, соңыңыздан өзіңізге дүние ұнап жатса, біреумен бөлісіп жатсаңыз, компания сізге сол travel point-ті тегін жинауға, яғни мына ай сайын төленетін $135 қалтаңыздан шығармауға мүмкіншілік береді. Ол қандай деп айтсаңыз, міне платинум пакетінде бізде 4 сайт, Америка мен Канада үшін 5 сайт, жаңа айтып өттік, entertainment портал, оларға ғана қолжетімді қазіргі сәтте. Ынталандыру сапары 39 елден 4 күн 8 күнге дейін алдыңыз, және болашақ саяхаттарыңыз үшін арнайы төлем $135. Ал мен сіздерге қазір осы $135-ды қалтыдан төлемей, жылына 2 рет Travelerium арқылы керемет саяхатқа барып отыру жолын көрсететін боламын. Міне, жолдама бағдарламасы. Осы ақпаратпен 3 адаммен бөліссеңіз, онда компания сізге, және де ол 3 адам өзінің шешімін қабылдап, сіздің соңыңыздан еріп, осы біздің Travelerium жанұясына қосыламын десе, онда компания сізге енді ай сайын төлейтін $135-ыңызды өзі жинақтап отыратын болады. Мысалы, кез келген туристік компания өзі жайлы қалай ақпарат таратады? Әлеуметтік желідегі жарнама арқылы, яғни біз сол жарнаманың рөлін атқарамыз, біз сол компания жайлы ақпарат таратып, сол біз арқылы компанияның мүшелері көбейген сайын, компания бізге сол төлемақы жасайды. 3 кісі соңыңыздан ерді. Сол күн, 3-ші күн, 3-ші жан тіркелген сәттен бастап, сізге компания күніне $4.45 төлейтін болады. Осы $4.45-ті 30 күнге көбейтетін болсаңыз, ол сіздің айлық төлейтін жаңағы $135-ыңыз жинақталады. Сол $135 сізге толықтанып, travel балға, 270 travel балға айналып отырады. Яғни, екінші айда сіздің шотыңызда демек 540 travel бал жинақталып тұрады. Енді әр қарай сіз тек қана тегін саяхатқа ие боламын демесеңіз, әр қарайды бизнес жоспар құрамын десеңіз, онда компания сізге әр қарай 4-ші кісіні шақыруға ұсыныс жасайды. Міне жаңағы шақырған серіктестеріңіз бірінің соңынан бірі тұрып, сізде осы платиновый директор деген статусына ие боласыз. Платиновый директор бізде ол, яғни жылына 2 рет тегін саяхатқа ие болған партнер дегенді білдіреді. Енді сол шақырған 3 адамыңызға қосып 4-ші кісі шақырдыңыз, және біз не істейміз? Тура солай өзіміз сияқты қалтамыздан ақша шығармай, бірақ жылына 2 рет саяхаттауды кісілерге жеткізуге тырысамыз. Ол кісілерге әрине ол ұсыныс ұнайды. Кім енді жылына 2 рет керемет саяхатты тегін барғысы келмейді, әрине. Сондықтан біз оларға да тура сол біздің жасаған іс-әрекетімізді жасауға ұсыныс айтамыз. Сол сәтте сіздің оң жағыңызда, сол жағыңызда 8 кісіден жиналғанда, сол 8 кісінің ішінде 4-еуі өзіңіздің жеке шақырған адамыңыз болып келеді. Сол сәттен бастап енді күнделікті табысыңыз $4.45-тен $10 дейін көбейеді. Күнде сіз $10 ие боласыз. Ол демалыс күнге немесе мерекелік күн деген жоқ, күнбе-күн 12 ай 365 күн үздіксіз түсетін табыс. Және де ол айына енді сізде $300 мен $750 аралығында табыс табуға мүмкіншілік. Өздеріңіз бір сәтке тоқтаңыз. 4 адамды шақыруға кез келген адамның қолынан келеді. Егер де сіз 4 адам шақырып, және оған ол шақырған кісілеріңізге көмек ететін болсаңыз, сіз айына 250 мың, 300 мың, 350 мыңға дейін табыс таба аласыз. Шыны керек, бұл деген кез келген адамның алып жатқан жалақысынан да көбірек болады. Сондықтан мына бір стар директор ол кез келген адамның қолынан келе алатын зат, және де
сізде жылына 2 қосымша саяхатыңыз бар. Ол жылдық табысыңыз $4800 дейді. Бұл ең төменгі мөлшерде алынады. Ал егер сіз $600 ондайда бізде алып жатқан серіктестеріміз бар, $600 табатын болсаңыз, ол 12 айда сізде $7200 құрайды. Себебі бұл жерде қазір компания сізге 2-ақ табыс көзін санап отыр, есептеп отыр. X-Star директор, ол сізде 5 жеке шақырған серіктесіңіз болу керек, және оң жақтан сол жақтан 25 кісіден жинақталады. Бұл 25-50 кісі сіздің үстіңізде тұрған спонсорыңыздан келемі, спонсор екеуіңіздің араңызда тұрған сізге мүлдем қатысы жоқ кісілерден де келеді. Бұл бинарный система. Сондықтан осы 50 кісінің ішінде 5-еуі ғана сіздің жеке шақырғаныңыз бола отырып, енді күнделікті табысыңыз $25 құрайды. $25 $30 көбейтсеңіз, ол $750 бір ғана табыс көзінен, және де осы сәтте компания сізге $750 дейін лайфстайл бонус, немесе біз оны лидерлік табыс деп атаймыз. $750 сол екінші табыс көзінен алғанда сізде айына кем дегенде $1500 табысқа ие боласыз, және осы табысыңызға қоса компания сізге керемет сыйлық жасайды. Бұл 525-тік пробадан жасалған күміс жүзік, оған 21 гауһар тас орнатылады. Және де ол жүзік сіз үшін арнайы сіздің өлшеміңізбен, және де аты жөніңіз жазылып, сізге арнайы Америкадан келетін болады. Бұл X-Star екі жылдызды директор статусында. Үшінші саты бізде 3-стар директор. 3-стар директордың командасында оң жақтан сол жақтан 63 кісіден, оның ішінде 6-ауы жеке шақыртылған, енді күнделікті $70 алып отыратын боласыз. Қазіргі шамамен күніне 35.000 теңге, күнде таңда тұрғанда сіздің кабинетіңізде 35.000 теңге түсіп тұрады. Қараңыз, қандай керемет. Және де оған қосатын біздің лайфстайл бонусымызбен $2400 құрайды. Мен сіздерге айтайын, егер де өзіңіз командаңызбен жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл жерде сізде $4000 дейін, $3500-$4000 дейін табыс алуға болады. Себебі бізде тағы керемет бір бонус көзі, оны бұл жерде санап есепке қоспаған, ол матчинг бонус, ол командадан келетін бонус. Осының өзінде сіз компаниядан $28,000-$40,000 арасында жылдық табыс аласыз. Және саяхаттарыңыз тегін, оны ұмытпайық. 4 жылдызды директор, бұл жерде командаңызда оң жақ сол жақтан 125 кісіден жинақталады. Енді күнделікті сіздің табысыңыз $100 құрайды. Осы 250 адамның небәрі 7-еуі ғана сіздікі, және командамен жұмыс жасап, командаңызға өзіңіз өткен жолды қайталату. $100 күнделікті кез келген қазақтың арманы, күнделікті таңда тұрғанда кабинетіңізге $100 түсіп тұрады. Ақша бізде, оны айтып өтейік, күнде түседі. Енді сіздің айлық табысыңыз $3,500 мен $6,000 арасында болады. Неге мен олай толыққанды айта аламын? Себебі өзім осы жолды өтіп көрдім. Осы жолда менде $5,500-$6,000 дейін табысқа ие болдым. Және де жылдық табысыңыз $42,000 мен $60,000 арасында табыс таба аласыз. Ал келесі біздің керемет статусымыз, ол амбассадор статусы дәрежесі. Ол жерде сізде небәрі жеке 10 шақырған жеке партнеріңіз болу шарт, және оң жақ сол жақтан бүкіл командамен, спонсорыңызбен баршасымен жинақталып, 188 партнер оң жақтан, 188 партнер сол жақтан болғанда, сізге енді компания күнде $140 бонус төлейтін болады. Және де оған қосымша сіздің лайфстайл бонусыңызбен, және де осы амбассадор статусынан бастап, және де 2 табыс көзі қосылады. Ол бізде спикерлыққа $1,500 айына компания төлейді. Және де осы амбассадор статусынан бастап, компания бүкіл амбассадорлар арасында өзінің табысынан 3%-ын бөліске салады. Сол бөліске салған табыспен қоса отыра, амбассадор статусында сіз $10,000 мен $12,000 арасында табыс таба аласыз. Сондай қазір Қазақстанда бір жылдың өзінде сондай статусқа ие болып, 17 адам осындай компаниядан өз үлесін алып отыр. Яғни жылына бұл
$100.000-ға дейін табыс дегенді білдіреді. Керемет, иә? Жаңағы айтып өткендей тікелей сатылымнан түсетін бонус, бұл мен айтып өткен жаңағы матчинг бонус. Ол сіздің командаңыздан оң жақ сол жағынан бинар болғанда тек қана сол кіші жағынан төленсе, бұл матчинг бонус кез келген үлкен жағы, кіші жағы, екі жағынан да әрбір командаңызға тіркелген жаннан $5 мен $55 аралығында табыс алатын мүмкіншілік. Және де амбассадорларға жаңағы қосымша 2 табыстан бөлек компания жылына 1 рет сапарға 2 адамдық сапар сыйлайды. Ол сапар әрқашан жылдың соңында әлемден бүкіл амбассадорларды компания өзі жолын төлеп 2 адамға деп айтып өтті, қасыңызға жолдасыңызды немесе кез келген қонағыңызды ертіп барсаңыз болады. Бұл жерде компания сізге жолыңызға төлеп береді және бүкіл демалысыңыз компания тарапынан. Ол жердегі демалатын жерлер өте керемет, жоғарғы деңгейде президенттің қатысуымен өтеді. Ол жерде мынадай керемет экскурсиялар, вертолет, ұшаққа міну, катерді, теңізде сондай сапарлар, өте керемет, жоғарғы деңгейде өтеді. Және де сол амбассадорлар демалысында әрбір амбассадор статусына ие болған партнерға компания Луи Виттоннан сыйлық жасайды. Сізді әрбір амбассадорға $2500 сертификат беріледі. Сол сертификатқа өзіңіз көңіліңіз талап еткен сыйлықты алсаңыз болады. Өз басым сол амбассадорлық бізде Луи Виттон патиіміз осы қыркүйек айында Алматы қаласында өтті. Себебі бізде 1 жылдың өзінде Травориумда болмаған жайт 25 15 кісі осы амбассадор статусын бағындырып, сол 15 кісіге арнайы Дэвид Харт осы Алматыда сол Луи Виттон патиін ұйымдастырды және де бізге Қазақстанда ашылу салтанатына сай 2500 емес $3000 сертификаттар берілді. Яғни әрбіріміздің сертификатымызда чек болды 1,440,000-ға. Соған әрбіріміз қалаған дүниемізді алған болатынбыз. Әрбіріңізге де сол жақсы болсын. Күнделікті төлемдер пассивті табыс. Ол біздің Травориумда баршаның іздеп келетін дүниесі. Күнделікті табыс. Және мына сізге арнайы әрбіріңізге компания виза картасын шығарып береді. Ол қай кезде командаңызға бірінші кісі шақырған сәттен бастап, сіз осындай картаға ие боласыз. Ол өзіңіздің атыңызға арнайы Америкада жасалып, почтамен келетін болады. Және ол мультивалюталық картаны кез келген мемлекетте, кез келген банкоматтан ақшаңызды шешіп алуға және төлем жасауға мүмкіншілік аласыз. Керемет өмір, керемет жолды талап етеді. Бұл біздің Травориум компаниясының мәңгі лозунгы. Сондықтан сіздерді осы бүгінгі ақпарат ұнаса, бізге қосылуға шақырамын.